Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге духовкасыз қалай круассан пісірудің жолымен бөлісетін боламын. Видео қызықты болса, соңына дейін қараңыздар. Круассандарымыз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Ал ендеше бастайық. Ыдысқа жылы сүтімізді құйып, үстінен қант және тұз, ашытқымызды салып араластырамыз және бетін пищевой пленкамен жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут өткен соң бізде осындай видеодағыдай осы ашытқымыз кішкене көтеріліп дайын болып тұрады. Үстінен ұнды еліктен өткізіп саламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді описанияға қалдырамын. Описание бөліміне өту үшін духовкасыз круассан деген жазудың үстін бассаңыз, описание бөлімін көре аласыз. Және суды да аз-аздан құямыз, бірден құйып жібермейміз. Барлығын құйып болғаннан кейін үстінен осылай майды құямыз. Майды құйып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтындай болуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын. Бетін тағы да пищевой пленкамен жауып 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағат өткен соң мінекей қамырымыз дайын болды. Осындай көтеріліп, әдемі болып ашыды қамыр. Енді қамырымызды осылай алып 3 бөлікке бөліп аламыз. 2 бөлігін алып қойып, 1 бөлігін дәл видеодағыдай жайып аламыз. Достар, бұдан басқа менің каналымда чак-чактың, мини-пиццаның және де чебурекидің рецептері бар. Қазір жоғарыға сілтеме қалдырамын. Чак-чакқа егер сізге қызықты болса, өтіп көріңіз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды осылай жайып алдық. Енді сырларды осылай ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Және қамырымызды кесе бастаймыз. Круассанды қалай кесетінін білесіздер ғой, дәл солай кесеміз. Дәл сол пішінде етіп кесіп аламыз және сырларымызды орналастырамыз. Ескере кететін жайт, түйу кезінде круассандарымыздың осы видеода көрсетілгендей 2 шетін жақсылап бекітеміз. Өйткені піскен кезде сырларымыз сыртқа ағып кетпесі үшін. Қалған 2 қамырымызды дәл осылай жайып, түйіп аламыз. Барлығының бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Сол кезде круассандарымыз өте жақсы көтеріліп пісіп шығатын болады. Табаға май құйып, майымызды жақсылап қызған соң круассандарымызды салып, дәл осылай сап-сары етіп пісіріп аламыз. Мінекей дәмді, ерекше нәзік круассандарымыз дайын болды. Ортаңғы бөлігі піспей қалады-ау деп уайымдамаңыздар. Өте жақсы болып пісіп шығады ортаңғы бөлігі. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарияда өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.